Біз құрысу сөзін айтқанда, онда көптеген адам басынан бірден талма ауруының ассоциациясы туындайды. Құрысулар түрлі себептермен пайда болуы мүмкін, бірақ көмек барлық жағдайларда іс жүзінде бірдей болады. Талма кезінде құрысу ұстамасы басқа тараптан өте қорқынышты көрінеді, бірақ шын мәнінде тіпті дәрі-дәрмек енгізу де талап етілмейді. Және 1,5-2 минут ішінде тарқайды. Сонымен, біз қазір қадам бойынша құрысу кезінде көмек көрсетуді үйретеміз. Бірінші қадам – саспаңыз. Ұстама басында адам бірден есінен айырылады, немесе құрысуды сезгенде өздігінен еденге жатуға үлгереді. Маңызды, зардап шегушінің жарақаттар алуына жол бермеу, мүмкіндігінше ұстап қалу. Міндетті түрде өзіңіздің және пациенттің қауіпсіздігі туралы есте сақтау. Егер ұстамасы жол ортасында не басқа қауіпті жерде басталса, адамды қауіпсіз учаскеге сүйреп апару қажет. Екінші қадам – пациенттен барлық өткір заттарды, көзілдірік, тіс протезін алып тастаңыз. Бас жағына жұмсақ нәрсе, күртеше, сөмке, егер ештеңе жоқ болса, қол астында өз аяғыңызды қоюға болады. Мойнын галстуктен босатыңыз, жағасының түймесін ағытыңыз. Үшінші қадам – адам басын қолыңызбен ұстаңыз, және ең бастысы, тістерін саусақпен немесе қандай да бір бөгде заттармен ашуға тырыспаңыз. Аузына қасық салу талпыныстары әдетте тістерді сындырумен аяқталады. Олар тыныс алу жолдарына тұрып қалып, пациенттің қайтыс болуына әкеледі. Егер пациентте құсу басталса, оны қырын аударыңыз. Қанша уақытқа созылғанын білу үшін, құрысу басталған уақытын есте сақтаңыз. Егер құрысу ұзақтығы 2 минуттан көп болса, онда міндетті түрде жедел жәрдем шақырыңыз. Ешбір жағдайда аяқ қолын еденге қысуға тырыспаңыз. Бұл буын бұлшық ет зақымдануына және тіпті сүйек сынуына әкелуі мүмкін. Ұстама кезінде адамға су немесе қандай да бір дәрі-дәрмек бермеңіз. Оларды жұта алмайды. Жай ғана құрысу аяқталуын күтіңіз. Төртінші қадам. Ұстамадан кейін адам біраз уақыт ессіз қалуы мүмкін. Бұл уақытта, егер науқас арқасымен жатса, құсу, тілін жұту ықтималдылығы пайда болады. Бұл пациентті өлімге алып келуі мүмкін. Адамды бүйірден қалпына келтіре жатқызу қажет. Дәл осы әдісті кез келген себеппен омыртқа жарақатын, әсіресе мойын жарақатын қоспағанда, зардап шегуші ессіз жағдайларда болған кезінде әрқашан пайдаланамыз. Зардап шегушіден көзілдірікті алып тастаңыз. Сізге жақын қолын шамамен 90 градус бұрышпен жоғары қойыңыз. Сізден алыс екінші қолын алақандарын бір-біріне қойып, алақанның сыртқы бетін зардап шегушінің бетіне қойыңыз. Жібермейміз, жақсылап белгілейміз. Сізден алыс аяғын сыртқы жағынан тізе буынын 90 градус бұрышпен жоғарыға бүгіңіз. Бұл ретте табаны жерге сүйретілуіне назар аударыңыз. Өйткені ессіз адам толығымен әлсіз болады. Аяқты тұтқа ретінде пайдаланамыз. Өзіме тартамыз және зардап шегушіні қырынан жатқызамыз. Пациент әрі қарай бетімен құламау үшін аяғын 90 градус бұрышпен бүгеміз. Осындай қалыпта адам жедел жәрдем келгенше жатуға болады. Ұстамадан кейін адам бағдарсыз және әлсіреуі мүмкін. Құрысудан кейін адамдар әдетте не болғанын ұмытып қалады. Науқас тұруға әрекет еткен кезінде бұған жол бермеуге тырысыңыз. Мұндай жай күйде адамдар жиі құлайды, қосымша жарақаттар алады. Олар жолдың жүріс бөлігіне шығып, биіктен құлауы мүмкін. Егер адамды отырғыза алмасаңыз, ол тұрған кезде ұстап тұрыңыз. Толық қалпына келу әдетте 10 минут ішінде немесе тіпті бұрын болады. Егер сіз жедел жәрдем шақырсаңыз, міндетті түрде бригаданы күтіңіз. Және дәрігерлерге не болғанын және қандай көмек көрсетілгенін түсіндіріңіз. Аман сау болыңыз.